Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекова әдемі көйлектерін киіп түскен видеоға өзін Сұлтан Сулейменнің сүйікті жары деп таныстырған. Хюррем Сұлтанның дауысын қойған. Бұл видеосын әлеуметтік желіге жүктеген Гүлзира Айдарбекова жұртқа жақпай қалды. Хюррем болу саған қайда? Өзін өте жоғары бағалайды. Хюрреммен салыстыруға да келмейді. Арманда саған жараспайды деп пікір қалдырды желі қолдаушылары. Жағымсыз пікір жазған хейтерлерге Гүлзира Айдарбекова: сен үшін мықты қол жетпес шығар, менің отбасыма бар сұрашы, Хюрремді менің тырнағыма да ауыстырар ма екен деп жауап қайтарды. Продюсер өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында бұл видеоның қалай түсірілгенін баяндап, ешкімнің өміріне қызықпайтынын жеткізді. Туған күніме киген қызыл көйлегімді көмекшім жай өзіне түсіріп тұрғандай болып еді. Кейін Хюрремнің даусы қойып екінші салған видео жіберіпті. Қызық көрініп, тиктокта әр әйел өзінің сүйінші ханшайымы деген тақырыпта салғанмын.